Баршаңызға сәлем. Бүгін Әбу Насыр әл-Фараби жайлы қысқаша мәлімет айтатын боламын. Ал ендеше бастайық. Әбу Насыр әл-Фараби әлемге әйгілі ойшыл, пәлсапшы, әлеуметтанушы, математик, физик, астроном, ботаник және музыка зерттеушісі. Ол Отырар қаласында туған. Отырар медресесінде Шаш, Самарқан, Бұхара, кейін Харран, Мысыр, Халеб, Бағдат шаһарларында білім алған. Әл-Фараби медицина ғылымын философиямен байланысты қарастырып, адамның дене және жан саулығын біртұтас ұғым ретінде түсіндірді. Оның трактаттарында ағза мүшелерінің қызметі, темперамент теориясы, аурудың психологиялық себептері, дәрігердің этикалық міндеттері сияқты мәселелермен қарастырылған. Әбу Насыр әл-Фараби түркі ойшылдарының ең атақтысы, ең мәшһүрі, әлемнің екінші ұстазы атанған ғұлама. Әл-Фараби шамамен 5-7 тіл білген деп ғылыми ортада айтылады. Ал 70 тіл білген дегені аңыз, нақты дәлел жоқ. Әл-Фараби білім мен парасатты өмірінің мәні еткен ойшыл. Ол ғылым арқылы адамзатты жақсылыққа жеткізуге болатынын дәлелдеп кетті. Сондықтан оның мұрасы бүгінге дейін адамды ойлануға, ізденуге жетелейді. Егер де видео ұнаса, маған тіркеліп және лайк басып кетіңіз. Аман, сау болыңыздар.